Дастархан басында шай ішкенде тәтті және хош иісті дәмсіз елестету қиын. Ежелгі заманнан тосапты, яғни вареньені тек жағымды дәмі ғана емес, сонымен қатар оның пайдалы қасиеттері, иммунитетті күшейтетін, күзгі қысқы кезеңде ағзаны витаминдермен толықтыратындықтан пісіріп жеген. Бүгінгі видео обзорымызда күнделікті жеп жүрген әр шаңырақтың дастарханда кездесетін вареньенің пайдасы бар ма, жоқ па, пайдасы болса қандай, соны талқылап қарайтын боламыз. Арнамыздан ажырамай, видеоның соңына дейін қарап, өздеріңізге пайдалы ақпаратты ала отырыңыздар. Деген диетологтар тосапты зиянды өнімге жатқызып, оның қолдануына қарсы. Себебі оның құрамындағы қанттың өте көп мөлшерде жоғары болуында. Көп жағдайда қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл тосапты артық жеуге болмайды. Диетологтардың айтуынша, барлық нәрсе өзінің қалпында болу керек. Тосаптың дайындау процесін барлық адам біледі. Бұл жерде қант консервант ретінде әрекет етеді. Рецептерде көрсетілген пропорцияларды сақтау маңызды, әйтпесе қысқы дайындық тез ашытып кетуі мүмкін. Тосаптан тәтті десерттердің басқа түрлерінде жасауға болады. Оның біріншісі шикілей түрде. Бұл жерде ингредиенттерді қант пен шикі ұнтақталған кезде араластырып, оны тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа сақтап қояды. 5 минуттық қайнату. Бұл жерде ингредиенттер сиропқа қайнатылады, салқындатуға рұқсат етіледі де процедура 2 рет қайталанады. Бұл жағдайда тосапты 5 минут қайнатып, өшіріп, сосын кейін оны салқындатып, қайтадан қайнату арқылы процесс. Бұл дайындау әдісі қоректік заттардың 70%-на дейін сақтауға мүмкіндік береді. Термиялық өңдеу жаңа піскен жемістер мен жидектердің біразға дейін пайдалы қасиеттерін жоюы мүмкін. Сонда да оның құрамында бізге қажетті, организмге қажетті пайдалы заттар болады. Тосаптың пайдалы қасиеттері оның құрамдас бөліктеріне байланысты. Тосапта фитонцидтер, витаминдер, органикалық қышқылдар, пектиндер, эфир майлары, антиоксиданттар, микроэлементтер болуы мүмкін. Тосапты әртүрлі аурулардың алдын алу үшін де қолдануға болады. Тосаптың пайдасы бар ма деген сұраққа әрине оның пайдасы бар. Бірақ әр нәрсе өзінің мөлшерімен болуы керек. Құрамдас бөліктерге байланысты тосап келесі пайдалы әсерлерге ие. Мысалға, сұйық түю кезінде таңқурай, мүкжидек, қарақат ұсынылады. Сіңген кезде ол қабынған тамақтың ауырсынуын жеңілдетеді. Құлпынай және жабайы құлпынай асқазан ішек ауруларының алдын алады. Алмада темір көп, сондықтан оны анемия мен төмен гемоглобин деңгейінде көп жемістермен жеу ұсынылады. Тәбіз бен мүкжидек дәруменінің көп мөлшерін қамтиды. Көру қабілеті нашар адамдар үшін тамаша. Тосапты тұтынған кезде серотонин белсендірек өндіріледі. Осы бақыт гормонының әсерінен көңіл-күй көтеріліп, адам қуаныш сезіміне бөленіп жатады. Позитивті эмоциялардың арқасында психоэмоционалды жағдай жақсарып, иммундық жүйе нығаяды. Таңқурайда көп аскорбин қышқылы бар. Қарақат С витамині мен темірдің және калийдің қоймасы. Құлпынайда қатерлі ісіктің пайда болуына жол бермейтін антиоксиданттар да бар. Көкжидекте көп мөлшерде каротин, В дәрумені, таниндер бар. Айва, алмұрт және алма талшықтарға, яғни клетчаткаларға өте бай. Бағалы элементтердің ең көп мөлшері термиялық өңдеуге келмейтін консервленген өнімде сақталады. Оны дайындау үшін ингредиенттер блендермен немесе зеттатқышпен ұсақталады. Содан кейін ғана қантқа себіледі. Пісірілген джемнің пайдалы қасиеттері азырақ көрінеді. Ондағы көптеген витаминдер жойылады. Әсіресе аскорбин қышқылы және В9 витаминдердегідей тағамның калориялық мөлшері оның компоненттеріне байланысты. Және 100 грамм өнімге 280 килокалория аралығында өзгереді. Орташа алғанда бір шай қасық десертте бір шоколад кәмпитіндей көп калория болады. Сондықтан артық тұтынатын болсаңыз, оның зияндығы ағзаға білінуі мүмкін. Қорыта айтқанда, қадірменді YouTube көрермен, тосапты жегенді бәріміз де жақсы көреміз. Оны кішкентай балалардан бастап қария қарт кісілерге дейін жақсы көреді, ұнатады. Бірақ әр кезде де, әр жағдайда да норманы сақтаған жөн. Сіздермен болған денсаулық байлық арнасы ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, видеоға лайк басып, оны таратып жіберсеңіздер болады. Әсіресе айта кететін жағдай, көп жағдайда видеоға тіркелмей қарайтындардың саны көп екен. Каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Барлықтеріңізге алғысымыз шексіз.